Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Айзада, декреттік демалыста отырған екі баланың анасымын. Сіздерге мен бүгін не себепті сетевой бизнесті таңдағанымды және осы бизнеске қалай келген туралы айтып беремін. Мамандығым мұғалім. Осыдан 12 жыл бұрын мен мұғалім болып жұмысқа орналастым. Жұмысым үйімнен алыстау болды. Таңертең баламды балабақшаға апарып тастаймын да, ары қарай жұмысқа кетемін. Жұмысқа келген беттен сабақ беремін. Одан ерте қала берде сабақ ерте бітіп жатса, мен қосымша жұмыстар жасайтын болдым. Білесіздер, мұғалімнің жұмысы тек қана баланың сабағын оқып қана қоймай, шимай қағаздарға да толы. Ерте біткен күні шимай қағазбен айналсам, болмаса ерте кетемін. Азанда баламды қалдырған жерге жұмыстан кейін алып кететін болдым. Балабақшадан әрине. Үйге келем, кешкі тамақ, үй шаруасы, үй тірлігі, қарап отырсаңыздар күйбең тіршілік. Жұмыста бітпей қалған жұмысымды кейде үйге де алып келіп істейтін күндер болды. Уақыт өтті. Осы күнім жалғаса берді. Қарап отырсаңыздар, балама деген мүлдем уақытым жоқ. Не қыдыртуға, не көңіл бөлуге. Демалыс күндері кір жуу, үй жинау, базарлату әйел затының тіршілігі. Осылай күн өтті, ай өтті, жыл өтті. Мен жұмысымды басқа бір жұмысқа ауыстырдым. Бірақ ол жерде менің жұмысым жеңілдетілген жоқ. Керісінше, бір сыныптың үстіне 2 сынып қосылды, тапсырмаларым көбейді, шаралар өткізіп, ата-аналар жиналысын жасап, мерекелік шаралар өткізіп, жұмыстың үстіне жұмыс қосылып, шаршаған үстіне шаршап келетін болдым. Жұмысымды ауыстырғанмен күн тәртібі өзгерген жоқ. Сол баяғы азанда кету, кешке келу, тіпті кейде қонаққа да барып үлгермейтін кезім болатын. Осыдан 2,5 жыл бұрын мен декреттік демалысқа шықтым. Декреттік демалысқа шыққан кезде балама деген көңілімді көбірек уақыт бөлетін болдым. Инстаграмда отырдым, интернетте отырдым. Инстаграмда елдің өмірін қызықтап, парақшаларын қарап, кім не киіп жүр, кім не айтып жатыр, кім не деп жатыр, кім қайда қыдырыпты, сөйтіп елдің өмірін қызықтап отыратын кез болды. Бірақ ол кезде мен табыс табу керек екен, қосымша табыс табу керек екен деп ойлаған жоқпын. Күндердің күнінде менімен декретке қатарлас шыққан бір әріптесім сетевой бизнеске шақырды. Ол кезде мен үйде отырмын ғой, менде ақша жоқ, мен ол жұмысты жасай алмаймын деп ол кісінің бетін қайтардым. Уақыт өтіп, сол күнімді кеше бердім. Инстаграмда шұқылап отырсам, мені бизнеске шақырған әріптесімнің белгілі бір дәрежеге жетіп, өзін айлығын осыншама айлық алдым деп пост шығарып қойыпты. Ол кісіге қайта хабарластым. Араға әрине бірнеше ай салдым. Ол кісіге хабарласып, сол компанияға тіркелдім. Компания француздық, BSC компаниясы деп аталады. Ол компанияда мен тынбай еңбек еттім, үйрендім, іздендім. 1 жыл ішінде біраз команда құрдым. Бірақ мен ойдағыдай табыс тапқан жоқпын. Дегенмен мен сетевой компаниялардың жақсы екенін біліп, сетевой компанияларда жақсы табыс табуға болатынын біле тұра, мен ол компанияда жұмыс жасай бердім. Бірақ ойдағыдай табыс көзін мен тапқан жоқпын. Уақыт өте, мен ол компанияда жұмыс жасағым келмеді. Не себепті? Себебі ол компанияда мен ойлағандай жүйе болған жоқ. Менің аяқтан тұрғызған командам құлдырай бастады. Яғни бәрі шашырай бастады. Ол жерге мен барымды салдым, уақытымды бөлдім, үйрендім, таргет реклама жасадым командамен бірге. Бірақ ол да көмектескен жоқ. Сол себепті мен өзіме ыңғайлы, жүйесі мықты, жүйелі алгоритммен жұмыс жасайтын компанияны іздедім. Әрине мен оны таптым. Қазіргі таңда мен сол компанияда жұмыс жасап жатырмын. Алдағы компанияда мен кетуге тура келді. Қазіргі жасап жатқан компаниямда өте керемет жүйе бар. Бұл жерде мен қыдырып жүріпті, базарлатып жүріпті, балаларымның қасында отырып, балаларыма көңіл бөліп, балаларымды ойнатып отырып жұмыс жасайтын болдым. Өйткені мен өз ойымдағы
жүйесі бар, жүйеленген жүйесі бар компанияны таптым. Себебі қазіргі таңда барлығы онлайн жүйеде жұмыс жасалып жатыр. Мен кез келген онлайн түрде табыс табуға болатынын білемін. Менің жасап жатқан компаниямда аз салыммен үлкен табысқа жетуге болады. Егер де сіз ойланып жүрген болсаңыз, сетевой туралы зерттеп көріңіз. Сізге ұнайды деген ойдамын. Егер жаңа методикамен қалай жұмыс жасаймын, бір айда қалай команда құрып, қалай бір айда табысқа жетуге болады деген ой туындап, сол сұрақ қызықтырса, мен сізге оның жауабын айта аламын және оның жолдарын үйрете аламын. Видеоның астындағы кез келген сілтемеге басып, мені каналыма түсе аласыз, немесе жекеме жаза аласыз. Мен сіздерге сетевой маркетингтің қыр-сырын ашып беретін боламын. Сіздермен бірге болған мен, Айзада, сау болыңыздар.